Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli kun do'stlar, qaldaringiz qalay? Bugun kechki asga lyuля kebab tayinladim. Mіндетті түрде жасап көріңіздер, сот шыны әрі дәмді болып шығады. Гарнирге рис немесе макарон, пюре кез келгенмен жасап берсеңіздер болады. Ол үшін бізге қажетті заттарға фарш, пияз, сұйық май, жұмыртқа, дәмдеуіштер, сарымсақ және де нан қажет болады. Сонымен қатар шпажка таяқшалар қажет болады. Алдымен фаршымызға дәмдеуіштерімізді саламыз. Бұл жерде тұз, қара бұрыш, кинза кептірілген, приправа для шашлыка және де паприка қосамын. Оның үстіне сұйық майымды құямын. Қажетті құрамын описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден граммен, мөлшермен жасасаңыздар болады. Фаршымызды былай қойып, енді жаңағы пияздарымызды езіп алатын боламыз. Блендерде сарымсағымызды саламыз, бір жұмыртқамызды салып, жақсылап бір араластырып езіп аламыз. Егер нандарыңыз қатқан болса, сүт немесе су құйып, аздап жібітіп қойсаңыздар болады. Пиязымызды езіп алдық, оның үстіне нанымызды саламыз. Тағы да бір қайтара езіп алатын боламыз. Бұл қоспа, яғни нанымыз біздің фаршымыздың формасын ұстап тұру үшін қажет болады. Енді нанымызды фаршымызға салып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап тұрып, қолымыздың көмегімен мұжғылап тұрып, ұрғылап араластыратын боламыз. Сонда біздің фаршымыз формасын өте жақсы ұстайтын болады. Міндетті түрде көбірек араластырғандарыңыз дұрыс. Қатты мұжғылап араластыратын боламыз. Мінекей біздің фаршымыз дайын. Енді 60-70 граммнан өлшеп аламыз. Осылай домалақ етіп, жаңа құрт сияқты жасап аламыз да, домалақ етіп, шпажка таяғын алып, соған формасын келтіріп жасайтын боламыз. Осы кезде духовкаларыңызды қыздыра беріңіздер. 180 градуста 35-40 минутта пісіп шығады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Қоңырауша батырмасын басуды ұмыт кетпеңіздер. Мінекей осымен біздің люля кебаптарымыз дайын. Формамызға салып, осылай қатарынан тізіп шығатын боламыз. Енді бетіне сұйық майдан жағып шығамыз. Біздің жаңағы фаршымызды жалтырап, әдемі көрініп тұру үшін сұйық майды міндетті түрде жағып қойыңыздар. Менің видеоларым ұнаса, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналыма қолдау білдіріп, комментарий қалдырып, тіркеліп қойыңыздар. Әркімнің духовкасы әрқалай қызады, сондықтан духовкаларыңыздың қызуына қарай қарап тұрсаңыздар болады, яғни піскен, піспеген.
Осымен біздің люля кебаптарымыз дайын. Бетіне әсемдеп көк пияз немесе пияздан турап солай әдемілеп берсеңіздер болады.